Барлықтарыңызға сәлем. Осындай қап-қара майлы табаларды қайнатпай, оп-оңай әдіспен тазалайтын пайдалы лайфхакпен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең бастысы видеоны өткізбей қараңыздар. Ортада айтылатын ақпараттарды естпей, түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Міне осындай қап-қара болып қалған майлы табаларды біз ешқандай қайнатпаймыз. Ең бастысы оп-оңай әдіспен тазалаймыз. Осы табалар сиятындай етіп, шұңқырлау және үлкендеу ыдысты аламыз да, чистый труба тазалайтын, осындай труба тазалайтын средствоны бір пачкасын салып, сосын 2-3 ас қасықта кез келген порошокты саламыз. Енді осыған қайнап тұрған суды құямыз. Міндетті түрде су ыстық қайнап тұрған болу қажет. Енді осыған табамыз батырып қоямыз. Міне бірінші астына үлкен кішкентайын салайын дедім. Енді үстіне үлкендеуін салып, бетін жауып бір 2,5-2 сағатқа қалдырамыз. Міндетті түрде ыдыстың бетін жауып қойыңыздар. Суының өзінің ыстығымен жібіп, средствомен жібіп таза болу үшін. Енді біз тазалап алу әдісін бастамас бұрын қолымызға міндетті түрде перчатка киеміз. Бұл қанша дегенмен средство. Қараңыздар, осындай майлары шығып, судың өзі қап-қара болып тұр. Осы қап-қара суды төгіп тастаймыз да, енді табаларымызды жақсылап жуып аламыз. Қараңыздар, губканың көмегімен де кетіп жатыр. Қазір енді осыны барлығын сымның көмегімен тез тазалап алатын боламыз. Уақытты жоғалтпау үшін. Енді екінші табаны көрсетейін сіздерге. Міне жұмсақ болып тұр. Қап-қара нелер түсіп жатыр. Пышақпен де көрсетейін. Міне пышақпен де бірінші жылдам осылай үлкендерін түсіріп алып, сосын сыммен тазалап алсаңыздар, өте жылдам тез тазалап аласыздар. Мен де осылай бірінші пышақтың көмегімен үлкендерін барлығын түсіріп алдым да, сосын сымның көмегімен осылай әппақ етіп тазалап шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің көп уақыттарыңыз алмайды. Ең бастысы 2 сағаттан кем емес уақытқа жібітіп қалдырыңыздар, және де қақпағын жапқан кезде қақпағы ашылып қалып, қатты суып қалатындай дәрежеде болмау қажет. Міндетті түрде қақпақты жақсылап жауып қойыңыздар. Сол кезде судың ыстығымен тез жұмсарып шығады. Мінекей, егер осы лайфхак сіздерге ұнаған болса, тегін лайктарыңызды басып, ары қарай каналым даму үшін осы пайдалы лайфхакты әлеуметтік желіде басқа да достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздер үшін пайдалы болсын, және де келесі бір жаңа видеолармен кездескенше сау болыңыздар.